Көше күні акциясы жалғасын табуда. Кезекті шара ғұлама Қожа Ахмет Яссауидің құрметіне арналды. Іс-шарада ұлы ақынның өміріне арналған театрландырылған көрініс көрермен ықыласына бөленді. Кітап, қолөнер көрмелері, ауыл шаруашылық жәрмеңкелері ұйымдастырылды. Толығырақ келесі материалда. Көше шежіресін қалыптастыру жобасы жүзеге асуда. Қайнар алқабындағы Қожа Ахмет Яссауи көшесінде өткен игі шараға тұрғындар мен өнерпаздар қатысты. Кітап пен қолөнер көрмелері жұртшылық назарына ұсынылды. Ауыл шаруашылық жәрмеңкелері өткізілді. Сахнада Қожа Ахмет Яссауидің өмірінен театрландырылған көрініс көрсетіліп, көрерменнің ыстық қошеметіне ие болды. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесінің аясында бастау алған көше шежіресі күні атты іс-шарамыздың бүгінгісі мынау Қайнар алқабындағы жаңадан атау берілген көшелердің ішіндегі Қожа Ахмет Яссауи атындағы көшеде іс-шара жүрді. Көшемізде бұл іс-шарада концерттік бағдарламалар, Қожа Ахмет Яссауиді танымдылық жасайтын театрландырған көрініс, спорттық ойындар және ауыл шаруашылық базары жәрмеңкесі, сонымен қатар кітап көрмелері, өнер көрмелері барлығы осы бүгінгі Қожа Ахмет Яссауидің таныту туралы іс-шараның аясында ұйымдастырылды. Айта кетсе, көше күндері жобасының мақсаты Тараз қаласындағы қоғамның назарын қала көшелерінің тарихын аудару, әр көшенің өзіндік атауы мен сырын жұртшылыққа насихаттау, көшелердің тарихы туралы жастар танымын арттыру. Жоба аясында қала тұрғындары арасында кітап, қолөнер көрмелері, спорттық шаралар өткізіліп, менің көшемнің тарихы тақырыбында сауалнамалар жүргізілді. Тұрғындар көшеге ұлы ғалымның аты берілгеніне дән риза. Басқа да көшелерге атау берілсе деген үмітте. Осындай атау беріп жатқан үлкен көшенің атын Ахмет Яссауи көшесі деп аталып жатыр. Оғанда қуаныштымыз. Енді ненің барлығы осы көшелердің аттары тұсас біздің мынау алқап дейміз ғой, Қайнар алқабы дейміз, бірақ та burada төртке бөлінеміз. Енді Радничок саяжайының 9 көшесінің аты әлі берілген жоқ, осы күнге дейін. Қалғаны берілді. Мен осы көшелердің атын беруді өтінеміз. Қожа Ахмет Яссауидің сарыны асан қайғыдан, абайдан, сондай-ақ күні бүгінге дейін қазақ ақындары шығармаларында көрініс тапқан. Мұраларынан қазақ халқына, ертедегі мәдениетіне, әдебиетіне, тарихына, экономикасына қатысты бағалы деректер табуға болады. Айгүл Пірәлиева, Ерболат Жақаш, Ернар Сатыбалды, 7-7 Ньюс.